Қайырлы күн, қыздар. Маған жиі келетін сұрақтардың бірі арықтау үшін суды қалай ішуіміз керек деген сұрақ. Жалпы өте қызықты тақырып. Бұл тақырыпты мен сіздерге осы видеода толығырақ қарапайым тілмен ашып айтуға тырысамын. Жалпы суды алатын болсаңыз, кез келген адамның, мысалы үшін 50-68% судан тұрады екен. Мысалы үшін жас бала жаңа туған нәресте 68% судан тұрса, қартайған кісі 50%-дан тұрады екен. Бұл тіпті мынандай қызықты теория бар. Бұл дәлелденбеген, бірақ теория ретінде өзім үшін өте қызық болып көрінді. Мысалы үшін бүйтіп айтады, адам су жетіспегеннен қартаяды дейді, яғни адамның ағзасында су азайып, сөйтіп қарттыққа келеді деген теория бар. Яғни адамның ағзасы суды ұстай алмағандықтан қартаяды деген теория. Енді ол теория дәлелденбеген. Енді суға кеттік, суды қалай ішуіміз керек арықтау үшін. Жалпы көптеген мифтар бар суға қатысты. Интернеттен қарасаңыздар, жалпы диетологтардың айтуына қарасаңыздар да әртүрлі айтады, Біреу арықтау үшін суды көп ішу керек дейді, біреу аз ішу керек дейді, біреу тамаққа дейін ішу керек, біреу тамақ барысында, біреу тамақтан кейін дейді. Негізі кез келген адам шатасып кетуі мүмкін. Сондықтан мен сіздерге қазір түсінікті қылып қарапайым тілмен айтуға тырысамын, тыңдаңыздар. Енді былай қараңыздар, су тамақтың алдында кімге су ішу керек? Егер сіздің салмағыңыз азғантай болса, сіз салмақ қосқыңыз келсе, онда сізге тамақтың алдында су ішпеген дұрыс болады. Егер сіз керісінше тәбетіңізді азайтқыңыз келсе, азырақ тамақ ішкіңіз келсе, тамақтың алдында су ішсеңіз болады. Тамақтың барысында су ішу туралы айтатын болсам, мынандай миф болған, бізде өте кең таралған, жәнегі асқазанның сөлі сумен араласып кетеді дейді, екеуін бірге бір уақытта ішсең дейді. Ол миф. Өйткені асқазанның ішінде тамақтың орны бөлек, судың орны бөлек. Сондықтан екеуі бір-бірімен араласпайды. Тіпті мынандай зерттеуде болған болатын шетелде. Асқазанның операция істеген жатқан адамның су беріп алдын ала операцияның алдында. Операция кезінде асқазанын кесіп, ішіндегі pH-ты, яғни жәнегі асқазанның сөлінің несін қарайды, қышқылдығын зерттейді екен. Сонда адамның су ішсе де асқазанның қышқылы нормада болғанын көрсетеді. Яғни бұл жәнегі асқазанның қышқылы сумен араласпайтынын дәлелдеп отыр. Сондықтан ол миф. Сондықтан тамақ барысында тамақ ішіп отырып сумен араластырып, яғни екеуін бір уақытта жеу, бұл норма, өйтуге болады. Тіпті ол жақсы, өйткені құрғақ тамақты жегенше сулап ішкеніңіз жұтқыншақтан да жақсы өтеді, ол тіпті жақсы дер едім. Одан кейін тағы бір миф, тамақ ішкеннен кейін су ішпеу керек арықтау үшін дейді. Ол тоже миф, өйткені сіз тамақ ішкеннен кейін сіздің ағзаңызда көптеген жәнегі процестер жүреді, ферменттер бөлінеді асқазанда. Оның барлық сұйықтықтан тұрады. Яғни оған дополнительно тағы да үстінен сұйықтық қажет болуы мүмкін. Сондықтан сіздің тамақтан кейін шөлдеуіңіз ол табиғи процесс. Сондықтан егер тамақ ішкеннен кейін су ішкіңіз келсе, су іше беріңіз, өзіңізді ұстамаңыз, одан сіз толып кетпейсіз. Енді жалпы су ішу туралы айтатын болсам, судың көлемі жайлы айтатын болсам, шамамен адамның әрбір килограммына 30 мл су ішу керек. Егер де сіз 60 килограмм болсаңыз, оны 30-ға көбейтесіз, сонда 1 литр жәнегі 800 мл сіз су ішуіңіз керек. Или 1800 мл су ішу керексіз, шамамен. Бірақ та өзіңіздің ағзаңызды, өзіңіздің желанияңызды, қалауыңызды тыңдап үйреніңіз. Одан кейін, таңертең тұрғаннан кейін, жалпы аш қарынға 1-2 стакан таза су ішкен абзал. Өйткені ұйықтаған кезде, ұйықтау барысында біздің ағзамызда көптеген процестер болады. Процестер жүріп жатады. Және гормоналдық болсын, енді әртүрлі процестер, соның барлығы судың қатысуымен болады. Сондықтан сол жағынан керек, екінші жағынан жәнегі біздің ағзамызда ұйықтаған кезде жаңару процесі болады. Ескі жасушалардың жойылып, жаңа жасушалардың пайда болу процесі. Сол ағзамыздың жәнегі ескі жасушалардың ағзамыздан шығуына сол таңертең ішкен таза суымыз көмектеседі екен. Яғни ағзамызды тазалауға көмектеседі. Таңертең 1-2 стакан таза су ағзаға өте пайдалы. Одан кейін суды ішкенде, жалпы күн барысында қалай ішкен абзал, суды кішкентай жұтымдармен отырып ішкен дұрыс.
Және де күн барысында суды бөлесіздер ғой, шамамен бірдей бөлшектерге. Тырысыңыздар, яғни көп бөлігін кешке дейін ішіп, кешке жақын суды азайтуға. Өйткені ағзамыз таңертең белсенді жұмыс істесе, кешке таман түстен кейін ақ уже ақырындап бәсеңси бастайды. Сондықтан су ішуіміз де біздің ақырындап азая беру керек. Кешке жақын барынша азайтуымыз керек, чтоб біздің денемізде ісік болмау үшін. Судың температурасына келетін болсақ, біреу ыстық іштейді, біреу суық іштейді, біреу нормальный іштейді. Әртүрлі пікірлер бар. Жалпы суға қатысты мифтар, әртүрлі пікірлер өте көп. Ағзаға ыстық суды негізі ішкен дұрыс емес. Өйткені мына жұтқыншағымызды күйдіруі мүмкін, иә. Суық су тоже дұрыс емес, өйткені суық су асқазанымызға барады. Асқазанымызға барған кезде оны асқазанымыз дене температурасына жеткізіп, жәнегі жылытуға тырысып, ол асқазанда біраз уақыт тұрып қалады екен. Сондықтан ішкен суларыңыз дене температурасына, не болмаса барынша жақын бөлме температурасында болғаны абзал екен. Сондықтан арықтау үшін де, жалпы денсаулық үшін де жеткілікті көлемде су ішу керек, және судың таза болғаны өте маңызды. Ал тамаққа дейін, кейін, не болмаса тамақтың барысында су ішу, ол сіздің мақсатыңызға байланысты. Бірақ та жалпы артық тамақ ішіп қоймау үшін, тәбетіңізді аздап басу үшін тамақтың алдында су ішкен абзал.